Үйленгенсің ба? 3 балашам. Әлі 18 жоқ қой. Готовый қатын алдың ба бала шағасымен? Машинасы бар, 70 бар екен, сөйтіп ала салдым ба? Ой, молодец. Міне. Нормально ма? Нағыз капиталистсің, дұрыс. Капитализм ғой қазір. Пайданы ойлау керек. Пайданы ойлау керек қой, әпшім қазір. Ақша болмаса қиын ғой өмірде. Не қыласың? Сразу папа болып кете бересің, ә? Дәл өзі ғой. Папа деген олар? Папа дейді енді. Өзің көтіңнен теуіп жұмсақ қоясың. Жоқ. Ондай, кішкентай ғой. Олар кішкентай ма? Әлі кішкентай. Ұрасың ба? Ұрамын. Почка. Семейный насилие заң шықты ғой. Енді әйелім үлкен ғой, енді оны ұрамайсың ғой. Неге? Ол сені ұрамай? Кешке қарай, берге жаныма дей ма? Жүгіріп келесің, ой, кешке. Қинап қояды. Шымкенттік жігіті міне. Ал, қайсың бар тағы да? Тілге мықты. Сен ба? Айта бер. Не айтам ба? Сен үйленгенсің ба? Жоқ, үйленген жоқпыз ғой. Тілге мықты емессің ба? Жоқ, үйленудегі сор ғой, просто басқа жауап. Неге сорыл? Бұлар сорлы ма сонда? Сорлы болып тұр ғой. Неге үйттің? Енді басқа жауап аласың, оны ертең бағу керек, не қылу онша бойдағы жүрген жақсы ғой деймін да. Ана, нені не қыласың? Не қыласың? Мұқтаждықты. Мұқтаж, не мұқтаж? Құдай, қолыма береке берсін, Құдай дейсің ба? Құдай, береке берсін. Ағай, сізден сұхбат алайық. Соға ба? Енді қалай қыласың? Сенде керек мұқтаждықтар бар емес па? Әйел адамға деген. Ол көреміз ғой енді. Или анандай ма? Жоқ, құдай сақтасын. Ондайдан сақтасын, Сақтасын дейді. Елеш мойындап қоюға қорқып жатсың ба?